Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қаттаманың рецептісін ұсынамын. Бұл қаттаманы бала кезден сүйіп жеймін. Менің ең сүйікті рецепттерімнің бірі. Жасап көріңіздерші, сіздерге 100% ұнайды деп ойлаймын. Бұл қаттаманы жасау үшін қаттама қамыр қажет емес. Оп-оңай жасалады. Барлық қыз-келіншектердің үйінде бар, жаңағы құрамдардан тұрады. Өте дәмді. Мен бұны 3 жылдай қолданып келе жатырмын. Сіздермен енді бөліспекшімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаттаманы жасау үшін бізге керегі жылы су. Жылы суымызды ыдысымызға саламыз, құямыз. Тұз саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Суымыз да жылы болуы керек. Сүтті құю міндетті емес, сүт болмаса сумен илей берсеңіздер болады. Ашытқы, менде құрғақ ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. ұн салып, жақсылап илейміз. Қатты емес, қатты жұқа емес, орташа қылып жақсылап қамыр илеп шығамыз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шықты. Енді мен бұны 1 сағатқа қойып қоямын. 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілуі керек. Жылы жерге қойып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерге қойсаңыздар тез көтеріледі. Мен осындай үстін кішкене крем-кірме жаптым. Сіздер мотосүлгімен жапсаңыздар болады. Мінекей менде осындай болып көтерілді. Енді қолымызды кәдімгі сұйық май бар емес па, сонымен екі алақанымызды май жағамыз, майлап аламыз қолымызды. Енді барлығын жайып шығамыз. Қатты қалың емес, жұқа емес, бауырсақтың қамыры секілді болып жаямыз. Мінекей міндетті емес, дөп-дөңгелек болып жаю, оны бәрібір қазір кесеміз. Мен осындай щедрое лето майын қолданамын. Сіздер осындай қолдансаңыздар өте жақсы. Енді үстіне жағып шығамыз. Ерітілген сары май жақпаймыз. Осы жерде ескеретін нәрсе, ерітілген сары май жақпаңыздар, бөлме температурасында тұрған сары майды жағамыз. Мінекей мен уже біріншісін жағып болдым, бірінші қатарда, енді екіншісіне жағып жатырмын. Екіншісінде тоже солай жағамыз. Біз бағана 4 қамырды бөлдік қой. Солардың бәрін жайып шығуымыз керек. Бауырсақтың қамыры сияқты. Сіздерде одан да көп шығып жатса, егер көп шығып жатса, сол неге де қаншаға бөлініп жатыр, сол неге дейін білесіздер де. Осылай жайып, арасына сары май жағамыз. Видеода да көріп тұрғандарыңыздай қылып кесеміз де, осылай орап шығамыз. Мінекей, мен мамам көмектесіп жатыр. Мінекей осылай кесіліп шығады. Осылай бір нені кесеңіздер, осылай соның өзі бір қамыр шығады. Енді оны холодильникке саламыз, холодильникке тығамыз. Мен морозилькке салдым, бір түнге қойып қойдым. Мен әрдайым түнге жасаймын. Көп нәрсені бір түнге қойып, енді жайып жатырмын. Жаңа кескендерімізден менде 10 шақты шықты. Енді оны қосып, осылай жайып шығамыз. Қаптаманан менде видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене қалыңдау кетіпті, достар. Жұқа қылып жайсаңыздар өте дәмдірек болады. Негізі жұқа қылып жайғандарыңыз өте жақсы. Осы кезде майымды қыздырып қойдым. Мен осындай сковородкаға пісіремін. Осылай айналдырып пісірсеңіздер өте дәмді болып, жақсы болып шығады. Видеодағыдай жасасаңыздар, түк қиындығы жоқ. Тағы біреуін көрсете кетейін.
Енді аударамыз. Мен барлығын осылай пісіріп шықтым. Достар, видеода қарап тұрғандарыңыздай түк те қиындығы жоқ, өте оп-оңай. Дайындалады қарап отқандарыңыздай видеода өте жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.